Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құйрық майдың емдік қасиетімен бөлісетін боламын. Сонымен қатар құйрық майдан екі түрлі жолмен май алуға болатын және сол майдан жеті шелпек пісіру әдісімен бөлісемін. Құйрық маймен емдеу қазақ халқының ата-бабадан келе жатқан дәстүрлі меншікті халық емі болып табылады. Стерилді және стерилді емес жолмен май алуды көрсетемін. Бұл май жөтелге, суыққа, тізе, буын, сүйек, өкше ауруларына ем болатын әдіспен бөлісетін боламын. Сол себепті видеоны соңына дейін үзбей қарап, каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Лайк басып, осы видео ұнап жатса, достарыңызға бөлісіп отырамыз. Бізге тұздалмаған май және бір бас дана чеснок қажет. Құйрық майды екі бөлікке бөліп алдым, яғни жартысын стерилді жолмен, жартысын стерилді емес жолмен жасау жолын сіздерге көрсетемін. Құйрық майды осылай видеодағыдай майдалап турап аламыз да, жақсылап турап, арнайы ыдысқа салып қоямыз. Бір бас чесногымызды аршып, тазалап аламыз да, әрқайсысын турап, осында чеснок тартқышын өткізіп аламыз. Сосын ыдысқа салып қоямыз. Осы құйрық майдың копченый әдісін алу жолын сіздерге көрсетемін. Копченый құйрық май және иммунитетті көтеретін рецепттермен бөлісемін. Ссылкасын төменгі описанияда қалдырып кетемін. Алдын ала ысытылған құрғақ сковородкаға майымызды құйып аламыз. Ешқандай да сұйық май қоспаймыз. Артынша чесногымызды қосып, қызарғанша қыздырып аламыз да, қуырып аламыз. Және майымызды сүзгіштен өткізіп, дәке марлы арқылы ыдысқа құйып алсақ болады. Бұл құйрық майды стерилді емес жолмен алу процесі деп аталады. Яғни стерилді емес жолмен алған майымыз қоңырқай, яғни алтын түстес болып шығады. Екінші құйрық майымызды осылай біріншідегідей майдалап турап аламыз. Бұл стерилді жолмен алудың әдісіне көшеміз. Стерилді май алу әдісінде чеснок қоспаймыз. Тек қана құйрық майдың өзін ғана қосамыз. Осы жолмен, яғни стерилді жолмен алған май жаңадан туған сәбилерге массаж жолымен жасағанға ем болып келеді және тізе буын ауруларына таптырмас ем. Видеодағыдай арнайы кастрюльге банкымызды ыстық суға салып, астына орамал қойып қоямыз. 30 минутта қайнатып аламыз да, арнайы ыдысқа сүзіп аламыз. Сонда біздің майымыз әппақ түстес болып шыға келеді. Яғни стерилді емес жолға қарағанда түсі өзгеше әппақ болып келеді. Салыстырғанда стерилді емес алтын түстес қоңыр, ал стерилді жолмен алған жаңағыдай прозрачный дейді ғой, сонда ақ түстес болып келеді. Сіздерге стерилді және стерилді емес жолмен алған майды көрсеттім. Бұл екеуі де тізе буын, суыққа, жөтелге, қақық түсіргенге, жаңадан туылған нәрестелерге массаж жасағанға бірден-бір табылмайтын май болып табылады. Жығылған майлардан қалған майларды арнайы алдын ала мен нан ашытып алдым. Осы ашытып алған нанның үстіне осылай майларды саламын да, 7 шелпек жасаймын. Сіздерге де кеңес беремін. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шыға келеді. Және де самса, манты және тағы да басқа тамақтарға қоссаңыздар болады.
Жеті шелпегіміз және стерильденген емес екі жолмен майды алу әдісін сіздерге көрсеттім. Стерильденген аппақ майды балада қатты жөтел болғанда немесе қақырға түспей жатқанда қолдансаңыздар болады. Ал шыжырылған алтын түстес майды буын, тізе, өкше ауруларына массажға пайдалансаңыздар болады. Бұл әдістерді түнде ұйықтар алдында пайдаланғандарыңыз дұрыс. Сіздерге майды екі жолмен алу әдісімен бөлістім. Видео ұнаса, видеоның астында поделиться батырмасын басып, осы әдісті міндетті түрде WhatsApp арқылы таныстарыңызға жіберулеріңізді сұраймын. Видео сіздерге ұнап жатса өте қуаныштымын. Тіркеліп лайк басамыз. Каналымда өте дәмді әрі пайдалы тағамдардың рецепттері бар. Міндетті түрде қарап көріңіздер. Баршаңызға ем болсын. Қайырлы күн қыздар, осындай мен сияқты неше түрлі вау дейтін дәмді тамақтар пісіргілеріңіз келсе, менің инстаграм парақшамның шапкасында көрсетілген ссылкаға өтіп, YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Түрлі рецепттер тек қазақ тілінде тек сіздер үшін, немесе YouTube'дан поискқа вау как вкусно деп жазсаңыздар, менің ғажап каналымды табасыздар.